Сәлем баршаңызға. Біздің бүгін бірінші сабағымыз тоқудың негізгі әдістерін үйренетін боламыз. Бізде шынжыр әдісі. Осы әдіс арқылы тоқу басталады. Тоқудың ең бастапқы әдісі десек те болады. Бағанасыз ұяшық. Осы ұяшық арқылы ойыншықтар тоққанда қолданылады. Тоқудың негізгі әдістерінің бірі бұл да. Жартылай бағаналы ұяшық. Осы үш әдісті тоқып көрсететін боламын. Ал кеттік. Ол үшін бізге крючок, жіп. Менің крючогым үшінші нөмірлі крючок екен. Және жібімізді байлап аламыз. Қолыңызға крючокты қалай ыңғайлы солай ұстап алсаңыз болады. Маған осылай ұстаған ыңғайлы. Осы саусағымыз бізге жіпті ыңғайлы етіп беріп отыратын болады. Осылай ұстап алыңыз. Ал кеттік, бастаймыз. Бірінші шынжырымызды аламыз. Ілмекке жібімізді іліп аламыз, өткіземіз. Жібімізді іліп аламыз, өткіземіз. Дәл осылай 10 рет. Қайталамыз. 10 ілмек шығу керек. Жеті, 8, 9, 10. Міне, шынжыр шықты. Енді бағанасыз ұяшық. Ол үшін ауада бір ілмек іліп аламыз. Бір ілмекті қалдырамыз. Бұл ауада іліп алған ілмегіміз қатарымыздың түзу шығу үшін. Бірінші ұяшықтан ілмегімізді өткіземіз. Жібімізді іліп аламыз. Өткіземіз. Пайда болған орамнан іліп аламыз. Бірінші ұяшығымыз пайда болды. Ал екінші ұяшықты да дәл солай ілмегімізді өткізіп аламыз. Жібімізді іліп аламыз. Пайда болған орамнан жібімізді өткіземіз. Жібімізді іліп алып өткіземіз. Міне, бағанасыз ұяшықтарымыз пайда болып жатыр. Жібімізден өткіземіз. Іліп аламыз. Және өткіземіз. Пайда болған орамнан жібімізді іліп аламыз. Дәл осылай қатардың соңына дейін жалғастырамыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Міне, осындай ұяшықтар пайда болу керек. Бұл бағанасыз ұяшықтар. Енді жартылай бағаналы ұяшық тоқу әдісін көрсететін боламын.
мұқият қараңыздар. Ауада 2 рет іліп алатын боламыз. Ауада іліп алу себебіміз қатарымыздың түзу шығуы үшін. Ілмегімізге жіпті іліп аламыз, орап аламыз. Яшығымыздан өткіземіз ілмегімізді, жібімізді іліп аламыз. Яшығымыздан өткіземіз. Пайда болған 3 орамнан барлығынан жібімізді іліп алып өткізетін боламыз. Тағы да орап аламыз. Яшығымыздан өткіземіз. Жібімізді ілеміз. Өткіземіз. Пайда болған 3 орамнан өткізетін боламыз ілмегімізді. Жібімізді орап, ілмегімізді өткізетін боламыз. Дәл осылай қатарымыздың соңына дейін тоқимыз. Міне, жартылай бағаналы яшық осылай шығу керек. Енді бағаналы яшықтарды тоқуға кірісетін боламыз. Ол үшін ауада 2 рет іліп аламыз. Ілмегімізге жіпті ораймыз. Яшығымыздан өткіземіз. Жібімізді іліп аламыз. Пайда болған 2 орам ілмегімізге жіпті орап, 2 орамнан өткіземіз. 2 орам қалады. Және жібімізді іліп аламыз. Өткіземіз. Бізде бағаналы яшықтар пайда болды. Тағы да көрсетейін. Ілмегімізге жібімізді орап аламыз. Яшықтан өткіземіз. Жібімізді іліп аламыз. Өткіземіз. Орап аламыз. 2 орамнан өткіземіз. 2 орам қалды. Және жібімізді іліп алып, тағы 2 орамнан өткіземіз. Дәл солай. Іліп аламыз, өткіземіз. 2 орамнан ілмек бізімізді өткіземіз. 2 орам қалды. Жібімізді орап аламыз. Өткіземіз. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Бұл бағаналы яшық. Сіздерге тоқудың негізгі әдістерін көрсеттім. Келесі сабақта басқа әдістермен танысатын боламыз. Кейінгі сабақтарда бірге цаттар тоқитын боламыз. Міне, камера дұрыс көрсетпей тұр.
бірінші қатарымыз бағанасыз ұяшық, жартылай бағаналы ұяшық, бағаналы ұяшық пайда болды. Тоқып көріңіз. Қолыңызды үйретіңіз. Кейіннен сіздерге басқа әдістерін көрсететін боламын. Ал сау болыңыздар.